Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді, сондай үлпілдеп піскен жұп-жұмсақ асқабақтан жасалған пирогтың құрамымен бөлісемін. Құрамы описанияның астына қалдырамын. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте жұмсақ, қамыры да үлбіреп тұр. Ең алдымен 200 грамм асқабағымызды ыстық суда 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Келесі таза ыдысымызға күріш ұнын салып, оның үстіне жарты шай қасық содамызды салып жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы ұнымызға ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі таза ыдысымызға қантымызды саламыз және оның үстіне жұмыртқаның 3 сарысын салып, жақсылап қантымыз ергенше араластырып аламыз. Енді дайын болған консистенциямызды ұнымызға құямыз да қамыр илейміз. Қамырымызды қолмен видеодағыдай илеп алуымыз керек. Енді осындай дайын болған қамырымызды 24 сантиметрлік формамызға майламай келтіре отырып формаға саламыз. Формаға салынған қамырымызды 30 минут холодильникқа қоямыз. Келесі піскен асқабағымызды жақсылап блендерден өткізіп аламыз. Асқабақтың түрі пюре сияқты шығу керек. Енді дайын болған асқабағымыздан пирогтың салмасын дайындаймыз. Ол үшін жаңағы блендерден өткізген асқабақтың үстіне 1 штук жұмыртқамызды саламыз және 30 грамм мьотты саламыз. Бұл жерде мен қант қолданбаймын, мьотты ғана саламын. Келесі аздап ванилин себеміз де осы консистенцияны жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Пирогтың начинкасы жарылып кетпес үшін және өз формасын жақсы ұстау үшін 2 ас қасық кукурузный крахмалды саламыз да оны жақсылап араластырып аламыз. Келесі формадағы қамырымызды холодильниктен шығарып, жаңағы дайын болған салмамызды құйып аламыз. Келесі дайын болған пирогымызды духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Достар, менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, осы видеомен өз туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.